дұшпанға қылдым ерлікті. Мен кеткен соң халқым-ау, көрерсің жаудан қорлықты. Кейкі батыр 1916 жылғы Торғай көтерілісінің батыры. Кейкі батырдың шын аты Нұрмағамбет Көкембайұлы. 1871-1923 жылы аралығында өмір сүрген. Орта жүз құрамындағы Қыпшақ тайпасының Құлан Қыпшақ руынан шыққан. Тұрмыс тапшылығын ерте көрген Кейкі, Жыланшық болысының алпауылы Рахмет Шашанбайұлының малын баққан. Жастайынан аңшы, мергендігімен, өжеттілігімен аймаққа танылған. Оның құралайды көзге атқан мергендігіне сай, ел аузында Амангелдінің көзі мерген, Кейкінің қолы мерген деген сипаттама сақталған. Кейкі Көкембайұлы Ресей патшасының 1916 жылғы маусым жарлығы себеп болған. Торғай қазақтарының ұлт-азаттық көтерілісіне алғашқы күндерінен белсене араласып, сол көтерілісті ұйымдастырушылардың бірі болды. Кейкіні көрген кешегі қиын кезде соңынан ерген адамдар оның өлімнен қорықпайтын өжеттілігін, көздегенін құр жібермейтін мергендігін жыр қылып айтады екен. 1919 жылы 18 мамырда Торғай Ояздық соғыс комиссары, халық батыры Амангелді Иманов өлтірілгеннен кейін Кейкі батыр қуғынға ұшырайды. Арнайы тапсырмамен өзін алдап қолға түсіруге келген комиссар Александр Токаревтің сөзіне сеніп, Торғайға оралған Кейкі жолда оның шын ниетін сезіп қалып, Александр Токаревті сол жерде атып тастайды. Бірақ Кейкінің ізіне түсіп, артынан алыстап аңдып келіп жатқан қызыл әскердің солдаттары оны сол күні түнде жатқан жерінде қоршап алып, айуандықпен өлтіреді. Олар батырдың екі қолын, басын кесіп алады. Кейкі батырдың әдебиеттегі бейнесі Ғабит Мүсіреповтің Амангелді пьесасында кете батыр болып бейнеленеді. Кейкінің қара сөзде жазылған көркем бейнесі Ақан Нұрмановтың Құланның ажалы атты романы еді. Алайда кеңес заманында шыққан кітапта аты-ана айтылмаған. Кейкі бейнесі өз атымен анық айтылып, қанық бояу дерегімен түгенделіп шыққан шығарма Серік Тұрғынбекұлының Кейкі батыр тарихи дастаны. Кейкі батыр кесенесі 2005 жылы салынған. Амангелді ауданының Тасты ауылында орналасқан. Кесенені салу кезінде табиғи тастар пайдаланылған. Кесененің ішінде халық батырының мүсіні орнатылған. 2017 жылы осы сағананың жанына жаңа кесене салынып, қыркүйек айында батырдың сүйегін жерлеу рәсімі өтті. Кейкі батырдың ұрпақтары Қостанай облысының Амангелді ауданындағы Ақтас, Тасты елді мекендерінде тұрады екен. Кейкі батыр ғұмыры ғылыми тұрғыдан әлі зерттелген жоқ. Ғалымдар оның өмірі алдағы уақытта түбегейлі зерттелетініне сендіріп отыр.